Саламатсыздар ма? Мен бүгін тағы да бір салат жасайын деп жатырмын. Ол үшін 2 килограмм помидор керек, 2 килограмм мынандай қиярлар керек. Мынау менің Қытай қиярларым дәу болып өскен. Осындай үлкен болып өскен қиярларды осы салатқа пайдалануға болады. Мына помидорды қазір ыссы су құйып, сыртының қабықтарын алып тастаймыз. Ал сосын қажет заттар осы 2 келі помидор, 2 келі қияр, 2 келі помидор. Сосын чеснок салуыңызға болады, 5-6 бас, болмаса қара бұрыш салуыңызға болады, ұсақ молотый. И уксус 9% 2 столовый ложка керек. Сосын тұз. Морской мынау неодированный деген жаңағыдай йодталмаған тұз, в общем, қажеті. Андай тұзда болатын сияқты, бәрібір барлық салатқа қосып жүріп қой. Сосын шемішкі май 100 миллиграммы, 100 миллиграммы керек. Сол бастаймыз. Мінекей, қиярларға биток құямыз. Қиярларға қайнап тұрған ыссы су құямыз. Нелерге, помидорларға. Осылай құйып, шамалы уақыт қоя тұрамыз, сыртының қабығы түскенше. Сосын қабығын алып тастаймыз. Бірінші тазалап жуып алдық қой помидорларды. И мындай кипяток құйып қойдық. Қазір бұл мына сыртының қабығы түсіп қалу үшін. Шамалы қоя тұрамыз. Сосын қабықтарын бәрін алып тастағаннан кейін жақсылап турап, оны кішкене пісіріп алып, блендермен еземіз. Мінекей, мынау жаңағы помидор қайнап жатыр. Енді осы қайнап жатқан кезде погруженный блендермен бұны езіп алам. Бәрін ұнтақ қылып езем, сосын қайнатып жіберем. Осындай міне сұйық томат сияқты қылдық. Мынау 2 килограмм помидордан шыққаны көрдіңіз, азайып қалады. Қазір енді үстіне қияр саламыз турап. Осы қайнап жатқан массаға 2 ас қасық тұз. Ол көп болмайды, ішіне қиярлар түседі. И 4 ас қасық шекер салу керек. 4 ас қасық шекер. 1, 2, 3, 4. Осы 2 килограмм қиярды тағы да қалды. Қазір қараймыз, сиса тағы жіберем. Мына 2 килограмм помидорға мен енді көз жуабымен жасап жатырмын. Мені тасып жатыр шайнектерім. Мыналар қайнап жатыр. Міне осыларға қазір 5 минут қайнатамын да салам. Бұрап тастаймын сосын. Мынаны сөндіріп тастайын. Мінекей, мына қиярды мынаның үстіне саламыз. Бәрін салдық. Енді 5 минут қайнау керек. Мінекей, қиярлар батып 5 минут қайнау керек. Жақсылап, сол кезде мыналар басылады, түрі де өзгереді. Мен көз жуабымен салып жатырмын, тағы да қияр салып жіберейін деп тұрмын. Мына қиярларды турап, тағы да үстіне салып жіберейін. В общем, мінекей чеснок салдым. 5 бас чеснок салдым. Енді аластырам.
огурцтан теріп алған огурцымның бәрін салдым. Бәрін болғанда алып қалдым. 2 банка міне қайнап тұр. Міне 3-ші банка қайнап жатыр. Міне шамалы огурцы қалды. Айбекке жұмысқа күйеуіме қалдырайын деп. Қалған бәрі міне осы чесногымен не бір 5 минут қайнату керекпін, бұрқылдатып қатты көп емес. Сонда аларын түстері өзгере бастайды. Мынау Қытай огурцы, менде қытайский. Мінекей дайын болып қалды менің огурцилерім. Әлі түсін шамалы өзгертсін деп жатырмын. Бүлкілдеп бір 5 минуттай қайнасын деп. Пока бүлкілдемей жатыр. Огурцилер салқын болған ғой. Сол ішінде жаңағы сонымен салғаным жаңағы 2 келі помидор, 2 келі қияр, 2 ас қасық тұз, 4 ас қасық шекер. Шемшкі майды ұмытып кеттім. 100 мг шемшкі май құйып, и уксустан 2 ас қасық 9%-тен 2 ас қасық құйып жіберейін қазір. Банкілер, қақпақтар бәрі дайын тұр. Мінекей, 1 кесе шемшкі майды 1 кесе құйып жібердім. Шемшкі май. Енді 2 ас қасық уксусты құйып жіберем қазір. Міне қайнап жатыр. Енді банкілерге құям. Мінекей, 1 банка шықты, жауып тастадым. Енді 2-ші банканы жауып жатырмын міне. Балдарды маған жағаласады. Банка жаудың еш қиындығы жоқ. Қазір мен сіздерге көрсетем. Балам тиме мешайт етпе. Мешайт етпе. Мына кітеп балдармен погодке осындай жұмыс істеуді чеш. Болды қойдыңдар. Мынаны жаңағыдай қақпаққа осылай кіріп тұру керек қой. Тыныш, кіріп тұру керек. Соны басып тұрып үстінен. До конца тірелгенше бұрайсыздар. До конца тірелгенше осылай бұрап тастайсыздар. Ал. Осылай до конца тірелгенше бұрап тастайсыздар. Тірелді, значит болды. Енді осың шықты ма? Атасы айқайлап жатыр. В общем, сол тірелгенше бұрап, сосын босатып аласыздар. Жаңағыдай бүйтіп, міне бұраған кез өз белгілі, мынау тіреледі. Міне тірелді. Демек, болды, жабылды. Енді былай қарай бұратып, мынау шығу керек. Мынадан босау керек. Мінекей босады. Сонымен болды, банка жабылды. Балдар қой. Әли! Мінекей, енді сыртын артық төгілгендерін сүртеміз. Енді былай бейтіп, банкының дұрыс жабылған жабылмағанын қарап шығамыз. Төгілді ма, төгілмей ма? Төгіле ма, төгілмей ма? Жоқ, төгілмейді. Мынау манағы нелер. Мынау банкада жаңа жапқаным. Бірінші құйған кезде тасытып төгілді ғой. Воронка болмағасын. Банкілер ыссы. Жақсы жағдайлар, нормально. Енді осыларды төңкеріп, сосын үстіне бірдеме жауып қоямыз. Былай қарап, төңкеріп. Үстіне жылы қоларамалы жауып, осы бұрышқа қоя тұрайын. Мен бүгінше осылай ол тұра тұрсын. Үстіне жауып қоям жыл жерде. Сосын бір суткіден кейін кері қарай аударам. 3 банка болады шығар дедім. 2 литрлік банка болды. Шамалы қазанның түбінде қалды. Мінекей шамалы қалды түбінде. Міне жауып болдық. Екеуін. Енді осылардың үстін мынандай жылы немен орап